Қайырлы күн баршаңызға. Баклажаннан тіске басар жасаймыз. Ол үшін осылайынан тазалап аламыз екі жағында. Одан кейін ұзынша етіп тураймыз. Дәл видеодағындай. Одан кейін жарты сағатқа тұзды суға салып қоямыз. Мен ұмытып кетіппін видеоға түсіруге. Құрғатып, одан кейін осылайынан жұмыртқамызға ұнатып аламыз. Одан кейін ұнға, одан кейін сухариларымызға ұнатып аламыз. Барлығын осылайынан дайындап аламыз. Табамызды қойып отқа, май құйып, қыздырып алғаннан кейін қуыратын боламыз. Сарғайғанша қуырасыздар. Осылайынан сарғайтып қуырып алғаннан кейін мен салатын листьямен тарелкамда әрлеп қойдым. Одан кейін салмасына 2 қасық творожный сыр, чеснок, одан кейін укроп қосып, кішкене май қосып, барлығын бірге араластырдым. Салмамызды қуырылған баклажанымызға осылайынан жағып аламыз. Үстінен помидор, кішкене салатный листья қойып, ораймыз. Одан кейін жаңағы әдемілеп қойған тарелкамызға салып, барлығын дайындап аламыз. Баклажаннан тіске басарымыз осылай дайын болды, өте әдемі болды. Жақындарыңызға осылайынан ұсынсаңыздар болады, өте дәмді және тойымды.